Сәлеметсіздер ме, құрметтілер, қалдарыңыз қалай? Біз студенттерге арналған сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге сабақтарымыз қызық әрі пайдалы болып жатыр деп ойлаймын, және бұдан кейінгі сабақтарымызда бұдан да қызық болады, бұдан да пайдалы болады. Сондықтан міндетті түрде сабақтарды соңына дейін көріңіз. Естеріңізде болса, бұдан алдыңғы сабақтарымызда студенттік өмірдің мектептегі өмірден айырмашылығы туралы айттық, әлеуметтік орта туралы айттық, уақытты тиімді пайдалану керектігі жөнінде айттық. Енді біз осы сабақта қаржылық сауаттылық туралы айтамыз. Бұл студенттердің арасында ең танымал, ең маңызды тақырыптың бірі болып саналады. Неге? Қарапайым нәрседен мен сіздерге түсіндіріп бастайын. Мысалы, көп студент университетке грантпен оқуға түседі. Оларға тұрақты стипендия бар екені белгілі. Яғни қыркүйек, қазан, қараша айларында, желтоқсан айында оларда егер семестр болатын болса, онда осы 4-5 ай стипендия түсіп отырады. 50 мыңнан, 60 мыңнан, 70 мыңнан мамандығына байланысты педагогикалық мамандықтар мен медициналық мамандықтар жалпы стандартты стипендиядан көбірек жоғары стипендия алады. Ал енді осындай тұрақты ақша түсіп тұрған адамдардың көбі өкінішке орай студенттердің арасында өте көп кездеседі. Осы 50 мың теңгенің өзін көтере алмай қалатындар болады. Как будто оған бір шексіз ақша түскен сияқты сол 50 мың теңгеге соңына дейін қыдырып қуады, алғашқы аптасында сол 50 мың теңгені жоқ қылып жібереді. Ата-анасынан сұрайын десе, ауылдан енді ғана келді, ал сұрамайын десе, қалада аш қалуы мүмкін. Сонымен не болады? Сонымен проблеманың барлығы басталады. Біз бұндай қателікті жібермеуіміз керек. Сіздерге ең қарапайым бір маңызды нәрсені айтайын. Сіздердің араларыңызда ақыл оқуға түскендер болуы мүмкін. Яғни өзінің ата-анасының қалтасынан ақша төлеп оқитындар. Олар көп осындай бір проблемный нәрселерді жасай бермейді. Көбінесе бұны осындай проблема жасайтындар стипендия тұрақты түсетіндер. Сол стипендияға сеніп қалады да көп проблеманы осы стипендияның кесірінен жасайды. Ал енді стипендияға байланысты сіз оқуға тапсырған кезіңізде 25 тамызға дейін құжаттарыңызды өткіздіңіз. Сосын ол құжаттардың барлығы университеттің базасына жиналды. Ол жерде 5 мың адам болуы мүмкін, 10 мың адам болуы мүмкін, 3 мың, 4 мың. Әр университетте әртүрлі болады. Осы түскен студенттердің барлығының мәліметтерін, яғни құжаттарын университет жинағаннан кейін әр қайсысына приказ шығарады. Приказ деген сөз, мынау бала, мына университетке студент атанды деп барлығын заңмен бекітеді. Оларда бір, мынау келіпті ғой, давай осы 7 студент екен, мына жақта 8 екен деп олай ауызша жүрмейді. Бұл жұмыстың барлығы ережемен, барлығы құжатпен бекітіліп жүреді. Сіздің студент екеніңіз нақты бекітіледі заңмен. Сондықтан бұндай жұмыстардың барлығына көп уақыт кетеді. Бүкіл жаңағы биыл түсіп жатқан 70-80 мың баланың барлығына ереже шығарамын дегенше, заңмен бекітемін дегенше ұзақ уақыт кетеді. Сосын ол бүкіл келген студенттердің мәліметтерін қаржы орталығына, министрлігіне есеп отчеттарын тапсырады. Одан кейін барып қана осы отчеттардың негізінде студенттерге стипендия жіберіледі. Ал бұл уақыт 2 айға дейін созылып кетуі мүмкін. Яғни келгеннен стипендияңыз сізге түспейді. Ал сіз қыркүйектің алғашқы аптасында ауылдан алып келген ақшаның бәріне донор мен бургер жеп жіберетін болсаңыз, жаңағы группаластармен танысайық, анда қыдырайық, мында қыдырайық, алғашқы неміз ғой, посещениеге барайық, үйтейік, бүйтейік жүріп, бүкіл ата-анаңыздың ақшасын алғашқы аптада құртып жіберетін болсаңыз, ары қарай үлкен проблема болады. Сізге ешкім ақшалай көмектеспейді. Көмектесу туралы тағы да осы жерде бір нәрсені айта кетейін сіздерге. Негізі бұдан алдыңғы сабақтарда да айттым. Кім қарызға ақша сұраса да, студент кезде ешкімге қарызға ақша бермеңіз. Ол сіздің жақын танысыңыз болса да, ойбай, мен бұны танимын, біз 2 айдан бері бір бөлмеде жатырмыз, 1 айдан бері осылай араласып жүрміз, 10 күннен бері бір нанды бөліп жеп жүрміз десеңіз де, ешкімге қарызға ақша беруге болмайды. Неге? Мәселе сіздің сараңдығыңызда, басқа мәселеде емес. Мәселе сіз бергеннен кейін ол қайтармайтын болса, қайтара алмайтын болса, қиналатын болса, екеуіңіздің араңыз бұзылады. Бұл араны бұзбау үшін қарызға ешкімге ақша беруге болмайды, және бұл өте маңызды тақырып болып саналады. Бұл енді сіздерге бір не деп ойлаймын. Ал енді сіз келдіңіз, ақшаңыздың бәрін құртып жібердіңіз. Не істейсіз? Ата-анаңыздан сұрайын десеңіз, келгеніңіз міне ғана. 1-2 күн ғана болған ата-анаңыздың кеткеніне. Сұрамайын десеңіз, аштан қалып жатырсыз. Ал бұндай проблема болмау үшін дым көрмегендей, менің анамның айтатын сөзі бар, көргенсіздің көргені құрсын дейді.
дым көрмеген адам, өмірде ешқандай қолына ақша ұстап көрмеген адам, қолына 50 000 теңге стипендия түскен кезінде шашылады. Бізде анау қазақта бір сөз бар: бай болмаған бай болса, жайламаған сай қалмас, би болмаған би болса, айтылмаған сөз қалмас дейді. Мына көргенсіз адамға ақша түскен кезінде ол бүкіл ақшаны сол алғашқы аптасында шашып жібереді. Бұл 70-80% студенттегі проблема. Бұл ата-анасындағы негізі үлкен проблема. Ата-анасы бұрын ақша беріп көрмеген студент, қазіргі студент баласына, ата-анасы бұрын көп үлкен ақша ұстап көрмеген, сондықтан осындай жағдайларға душар болып жатады. Біз не істеуіміз керек? Өте қарапайым. Шығыныңызды сіздің кірісіңізден асырмау керек. Болды. Сізге ата-анаңыз 20-30 мың теңге айына салатын болса, стипендия 50-60 мың теңге түсетін болса, барлығы 70-80 мың теңге болса, онда бір айда кірісіңіз сіздің 70-80 мың. Онда сіздің шығыныңыз 70-80 мың теңгеден асып кетпеу керек. Болды. Элементарный алгоритм, арифметика қарапайым. Сондықтан біз ақшаны бір шексіз ақша түскендей қуанып кетіп шашуға болмайды. Тіпті бұны сіздер өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Мен енді үлкен адам болғаннан кейін, студент емес болғаннан кейін өте көп кездестіремін. Кредит шықса қуанатын адамдар болады. Бұл негізі қуанатын нәрсе емес. Ақша түскен кезінде стипендия түссе қуанып кетіп оны шашатын, ол жақсы дұрыс әдет емес. Сондықтан қарапайым қаржылық сауаттылық ол қандай екен? Сіздің шығыныңыз кірісіңізден асып кетпеуі керек. Болды. Енді ең үлкен проблема қай кезде басталады? Сіз бір семестр бойы 3-ке оқысаңыз да, 2-ке оқысаңыз да, 1-ге оқысаңыз да стипендия түсе береді. Бірақ летоға қалып кететін болсаңыз, кейбір сабақтарыңыз 3 болып қалса, ертең 70 балға жетпей қалса, онда сізге стипендия түспей қалады. Ал сол кезде қалай күн көресіз? Сол кезде жаңағы 70-80 мың теңгені ата-анаңыз сізге жібере алады деп ойлайсыз ба? Бұл өте қиын. Көп адамға жібере алмайды. Егер сіз сол кезде оның шешімі деп жұмысқа тұрып кететін болсаңыз, мойка, бармен, официант, немесе жалпы құрылыс, таксист, анау-мынау үлкен физикалық жұмысты қажет ететін, офисте отырып істемейтін, сыртта жүріп істейтін, сіз жұмыс істеген кезде ғана ақша түсетін бір жұмыс болса, онда біліңіз, сіздің сабақтарыңыздың барлығы қалып қояды, сабақтарыңызға үлгере алмайсыз. Жұмыс туралы әлі айтамыз. Біз қаржылық сауаттылық осы сабақтарымызда қандай жұмыстар істеуге болады, қандай жұмыстар істеуге болмайды, олар туралы әлі айтамыз. Жалпы менің айтқым келгені, егер жаңа жылға қарай сіз стипендиядан құлап қалатын болсаңыз, құлап қалуыңыз мүмкін. Неге? Өйткені 70-80%, кейбір университеттерде 90%-ға дейін студенттер стипендиядан құлап қалады. Әсіресе СДУ, Астана IT, МНУ, КБТУ, МУИТ, тағы да сондай мықты қиын университеттер бар. Сол жердегі студенттердің көбі құлап қалады. Ол жерде студенттер жылайды. Ойбай, бізді әдейі құлатады екен, үйтеді екен, бүйтеді екен. Әдейі емес, просто сенің базаң жоқ екенін кез келген мұғалім қарап отырып та біле алады. Сенің жалпы базаң бар ма, жоқ па? Сенде фундамент, мектептегі фундамент қаншалықты екендігін сенің мұғалімің біле алады. Сол фундаменттің болмағаннан кейін бір-екі сұрақ қояды, сен жауап бере алмағаннан кейін сені стипендиядан құлатып тастайды. Мақсат оның стипендиядан құлату емес, сенің әділ бағаңды қойып берген кезінде сен стипендиядан құлап қаласың. Ал стипендиядан құлап қалған кезде саған кіріп жатқан 70-80 мың теңгенің кірісі шектеліп тоқтап қалады. Сонда біз қаржылық сауаттылыққа тағы да қосымша нені ескеруіміз керек? Сабақты жақсы оқуымыз керек. Қазіргі кіріп жатқан кіріс стипендиямыз тоқтап қалмауы үшін бір семестр бойы тоқтамай, жатпай, тұрмай, Инстаграм, ТикТокта жатпай, сабағымызды жақсылап оқуымыз керек. Сол кезде ғана сіз стипендиядан құламайсыз, ал қарапайым есеп, арифметика алгоритмді мен сіздерге түсіндірдім. Сонда кірісімізден шығысымызды көбейтіп тастауға болмайды екен. Бұл қарапайым жалпы кеңес еді. Келесі сабақтарда енді қандай жұмыстар істеуге болады, қандай жұмыстар істеудің қажеті жоқ, осы туралы да айтып өтетін боламыз. Келесі сабақта жүздескенше сау сәлеметте болыңыздар.